Балмұздақ өте ежелгі десерт. Балмұздақтың пайда болу тарихы Азияның ежелгі өркениеттері Қытай мен Месопотамия дәуірінен бастау алады. Балмұздақтың тарихы 5000 жылдан асады деп есептеледі. Біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жылы Қытайдың бай үйлерінде балмұздаққа ұқсас десерттер дастарханға ұсынылған. Бай қытайлықтар апельсин, лимон және анар дәндерін қар мен мұзға араластырып жеген. Қытай императоры Тангу тіпті мұз бен сүт қоспаларын дайындаудың өзіндік рецептін ойлап тапқан. Аталған десерттің рецептері мен сақтау әдістері құпия сақталған. Біздің заманымызға дейінгі 11 ғасырда ғана рецепттер ежелгі Қытай әндерінің канондық жинағы Шикин кітабында жарияланды. Балмұздақ жеу дәстүрі ежелгі арабтарда да болған. Әйгілі ежелгі дәрігер Гиппократ та денсаулықты нығайту үшін балмұздақ жеуді ұсынған. Ежелгі ұлы қолбасшы Александр Зұлқарнайынның Үндістан мен Персияға жорықтары кезінде оған балмұздақ ұсынылған. Жидектерді қарда мұздату Александрдың кезінде ойлап табылған. Ол қарды жинау үшін құлдарды тауға жіберіп отырған. Жеміс сусындарын дайындау үшін қар мен мұз ежелгі Римде де қолданылған. Атақты итальяндық аспазшы Апици өзінің аспаздық өнер туралы кітабында алғаш рет алкогольсіз сусындар жасау тәжірибесімен бөліскен. Мұздай десерттер император Неронның дастарханында да болған. Ол таудан қара келіп жеміс қоспалармен араластыруды бұйырып отырған. Неронның дәуірінде мұздатылған тәтті шырындар кеңінен әзірленген. Қар Альпі мұздықтарынан жеткізіліп, арнайы мұзды жертөлелерде сақталған. 780 жылы халиф Әл-Махди Мекке қаласына қар толтырылған түйе керуенін жеткізген деген деректер бар. Ал парсы саяхатшысы Насири Хозраудың еңбектеріне сәйкес 1040 жылы Каир сұлтанына сусындар мен балмұздақ дайындау үшін Сирияның таулы аймақтарынан күн сайын қар жеткізіліп отырған. Ауа температурасы 40 градусқа дейін жететін Иранда тағам тез бұзылмау үшін мұздар пайдаланылған. Ол үшін олар арнайы яхчалдар салған. Яхчалдар ыстық өткізбейтін арнайы терең жертөлелер болған. Мұндай қоймаларда таулардан әкелінген мұздар сақталған. Ұсақталған мұздарды жеміс-жидек, фисташкалар және лимон шырынымен араластырып фалуде жасаған. Еуропаға балмұздақты атақты саяхатшы Марко Поло әкелген. Ол Қытайға барғанда балмұздақта қатты ұнатып қалған. Италияға оралған соң ол қар мен селитрадан жасалған балмұздақ іспеттес шербеттің рецептін жергілікті аспаздарға сатқан. Шербеттің рецепті құпия түрде сақталған. Мұндай десерт тек ақсүйектер мен Рим папасына ғана ұсынылған. Қазіргі балмұздаққа ұқсас десерт Сицилияда пайда болған. Сицилияда Еуропаның басқа өңірлерінде кездесе бермейтін қант қамысы өсетін болған. Ежелден белгілі бал балмұздаққа қосуға тиімсіз болған, себебі мұздатылған бал кристалданып тез еріп кететін болған. Сондай-ақ Сицилияда үй құстары мен ірі қара көп өсірілген, яғни балмұздаққа қажетті сүт пен жұмыртқа көп болған. Алайда ең бастысы Сицилияда мұз көп болған, Иблея, Неброди, Лемадони, Пеларитан тауларының қар жеткізіліп отырған. Сицилиялық мұз бүкіл Италияға жеткізіліп отырған. Флоренциялық Екатерина Медичи француз королі Генрих II-ге күйеуге тигенде, Италиядан Францияға өзінің аспазы Бенталентиді де алып кеткен. Бенталенти балмұздақ пен салқындатылған сусын жасаудың хас шебері болған. Бенталенти 1533 жылы Александр Дюманың королева Марго романы бойынша танылған 14 жасар Екатерина Медичидің ұзатылу тойында қонақтарға балмұздақ ұсынды. Балмұздақ жеміс-жидектен жасалған мұз шарлары болды. Болашақта Медичи салтанатты түскі ас кезінде қонақтарға жиі түрде балмұздақ ұсынды. Жаңа десерт лезде француз корольдігінің көзайымына айналды. Корольдің кеңесшілері итальяндық аспаздан балмұздақ дайындаудың технологиясын көрсетуді талап етіп, оны мемлекеттік құпия деп шешті. Алайда рецепт тез арада француз ақсүйектерінің арасында тарап кетті. Содан бері балмұздақ кеңінен тарап кетті, тіпті Людовик XIV-нің де сүйікті десертіне айналды.
1649 жылы француз аспазшысы Жерар Тирсен сүт пен кілегейден жасалған мұздатылған ванильді кремнің рецептін ойлап тапты. Бұл неаполитандық балмұздақ деп аталды. 1625 жылы Екатерина Медичидің немересі Генриетта Мария Англия королі Чарльз I-ге күйеуге тиді. Ол өзінің жеке аспазшысы Жерар Тирсенді өзімен бірге алып кетті. Осылайша балмұздақ Англияға да тарады. Америкаға балмұздақтың рецепті 18 ғасырда ағылшын иммигранттарымен бірге келді. Сол жылдары Мэриленд штатының губернаторы Уильям Блейк қабылдау кездерінде қонақтарға жеміс балмұздақтары мен салқын сусындар ұсынды. Балмұздақ ақштың көптеген президенттерінің көңілінен шықты. Мысалы, Джордж Вашингтон Вернон тауының маңындағы ранчосында балмұздақты өзі жасайтын болған. 1686 жылы Франческо Прокопио ди Кальтелли Парижде Комеди Францез театрына қарама-қарсы жерде алғашқы балмұздақ кафесін ашты. 1782 жылы аталған Прокоп кафесі клиенттерге 80 түрлі балмұздақ ұсынды. Кафе бүгінгі күнге дейін жұмыс істейді. Прокоп кафесінің тұрақты келушілерінің қатарында Наполеон Бонапарт та болды. Наполеон үшіншінің кезінде Парижде алғаш рет стақандағы балмұздақ және пломбир пайда болған. Әйгілі пломбир Францияның Плабер-ле-Бом қаласынан шыққан деген пікірлер бар. 1843 жылы ағылшындық Нэнси Джонсон балмұздақ жасаудың қол құрылғысын ойлап тауып оны патенттеді. Алайда жаңа жабдықтың өндірісін ұйымдастыруға оған қаражат жетіспеді. Нэнси патентті американдықтарға сатып жіберді. 1851 жылы ақштың Балтимор қаласында алғашқы зауыт ашылып, балмұздақтың алғашқы өндірістік партиясы шығарылды. 1860 жылы ақшта француз инженері Фердинанд Карре жасанды мұз өндіретін тоңазытқыш машинасын патенттеді. Алайда оның сұйық және қатты абсорбентпен жұмыс істейтін қондырғысы салқындату үшін тым көп энергия жұмсады. 1862 жылы Карре тоңазытқыш жаңғыртып Лондон жәрмеңкесінде көпшілікке паш етті. Оның құрылғысы сағатына 200 кг мұз өндіруге қауқарлы болды. 19 ғасырда Якоб Фуссель ақшта фризерлердің сериялық өндірісін бастады. Тоңазытқыш машиналар пайда болып, балмұздақтың қолжетімділігі арта түсті. 1919 жылы Айова штатының мұғалімі Кристиан Нельсон шоколадпен қапталған балмұздақтың жаңа түрін өндірудің рецепті мен технологиясын әзірледі. 1922 жылы ол әйгілі эскимоны жасауға патент алды. Нельсон қалаларды аралап, эскимостар туралы фильмдерді көрсету арқылы балмұздақтар сатты. Аталған балмұздақ бастапқыда эскимо пай деп аталды, кейіннен ол эскимо деп аталып кетті. 1945 жылы ақштың Глендейл қаласында әлемдегі алғашқы мамандырылған балмұздақ кафесі пайда болды. Бұл Баскин Робинс желісінің бастамасы еді. КСРОда балмұздақ өндірісі 1932 жылы сүт зауыттарында және арнайы фабрикаларда пайда болды. Лондон мейрамханаларының бірінде Baby Gaga деп аталатын балмұздақ бала емізетін аналардың үстінен жасалады. 1904 жылы Американың Сент-Луис қаласында өткен дүниежүзілік көрмеде балмұздақ сатушы Арнольд Фарначудың қағаз стақандары таусылып не істерін білмеген. Жанында вафли сатып тұрған сириялық Эрнест Хамви вафлиді түпше етіп орап балмұздақ құюды ұсынған. Вафли балмұздағы осылай пайда болған деген пікір бар. Көргендеріңізге рахмет, арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.